Менің баламды сәл қарап жіберсеңіз қалай болады? Өткізіп жіберсеңіз, ертең халықаралық олимпиададан келгеннен кейін сізге жақсы шапаныңызды жауып рахметімізді айтамыз. Қазіргі есеппен қателеспесем 6 миллионға жақын, бірақ тек қана талантпен халықаралық олимпиадаға деңгейге жетуі қиын. Қазақстанда ғылыммен айналысайын десе, әлі оның тұрақты табысы жоқ, немесе тұрақты баспанасы жоқ. Егер ниеті болса, жұмыс істейін десе, жағдай бар деп ойлаймын. Су жаңа көлік сыйлайды, ал мысалы 5 алтын алып келіп жатсыздар, тарихи жетістік. Бұл қалай еленбей қалады? Үлкен кісілер деп айтамыз ғой жаңа. Кәсіпкерлер мысалы, ешкім хабарласқан жоқ. Қазақстанға келгенде лайықты бағасын ала ала ма, қалай ойлайсыз? Спортшылар енді әрине оған лайық шығар, оқушылар білім одан да лайық болу керек деп ойлаймын. Демек білім саласында ондай жоқ. Бұл сұраққа дайын емеспін. Сіз оқу ағарту министрі болып тағайындалсаңыз, өзіңіз өзгертетін 3 реформа қандай болады? Білекке сенген заманда ешкімге десе бермедік, білімге сенген заманда қапқа алып жүрмелік дейді. Ардақты ағайындар, дәл қазір алдағы 40 минут көлемінде біз білім, ғылым жайлы сұхбаттасамыз. Арнайы бізге сұхбатқа келіп отырған қонағымыз ғылым мен білім саласында көп жылдан бері еңбек етіп келе жатқан ғалым, халықаралық тәжірибесі бар зерттеуші, физика ғылымдарының PhD докторы, халықаралық олимпиаданың жетекшісі болған, арнайы тарихи жетістікке жеткен біздің студиямыздың қонағы Самат Мақсұт мырза, қош келдіңіз. Бұл бізде рас сөз подкасты. Осы сұхбаттың соңына дейін тек қана шындық айтуға уәде бересіз ба? Әрине. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Ал сіз, құрметті оқырман, құрметті көрермен, міндетті түрде рас сөз парақшасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, видеоны бөлісіңіздер. Қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрақты, Колумбияда өткен 56-шы халықаралық олимпиададан ел тәуелсіздік алғалы бері дәл осындай 5 алтын деген нәтиже болмаған. Сонымен құттықтаймын. Барша халықтың атынан, біздің рас сөз YouTube арнамыздың оқырмандарының атынан, Қазір порталының оқырмандарының атынан шын жүректен құттықтаймын. Өте керемет жетістік. Жалпы осы жайлы айтсаңыз енді, бұл жетістікке қалай қол жеттіңіз, қандай қиындықтар болды негізі? Біріншіден бұның маңыздылығын айта жөнсем, 5 алтын деген көп кісі түсінбеуі мүмкін. Жалпы бұл халықаралық олимпиада мектеп ішіліктен бастайды, одан кейін облыстық, республикалық деңгейден, одан кейін әр елден бір құрама дайындалып, олар халықаралық олимпиадаға барады. Бұл жылына бір рет болады. Әр жылы әртүрлі елде ұйымдастырылады. Осы жылы Колумбия елінде болды. 90-ға жақын мемлекет қатысты. Бұл жерде кейбір статистикада 87 дейді, кейбірде 85 дейді. Өйткені кейбір мемлекеттер бірінші рет қатысып жатқан болады, қонақ ретінде келеді. Сондықтан әр жерде әртүрлі статистика бар. Қысқаша 90 мемлекетке жақын ел қатысты, 400-ге жақын оқушы қатысты. Яғни әр мемлекет өзінің ең мықты деген оқушыларын алып келеді. Әр мемлекет өзінің таңдау жүйесі әртүрлі, әрине. Алғашқы 8%, мықтылардың 8%-на алтын медаль беріледі. Біздің оқушылар сол алғашқы дүниежүзідегі мықты 8%-ға ілікті деп айтсақ болады. Жалпы алғанда 50%-на медаль беріледі. Алтын, күміс, қола, жалпы үшеуінің қосындысы 50%-ға. Мысалы 400-ге жақын оқушы қатысты, оның 200-і медаль алды. Бірақ алғашқы 8% ол тек алтын. Ол жерде әрине көбінесе Үндістан, Қытай, Ресей, Корея деген елдер бұл алтын тізімінде жүреді. Қазақстан бір алтын алған уақыттар болды, 2 алтын, ең жоғарғы дәреже 3 алтын алды. 2 рет 3 алтын медаль алды. Біреуі 2014 жылы Қазақстанда, Астанада, Назарбаев университетінің базасында ұйымдастырылған кезде 12 жыл бұрын. Біреуі қателеспесем 2011 немесе 12 жылдары 3 алтын болды. Біздің арманымыз еді ол 5 алтын. Қашан жетеміз деген. Арман осы жылы орындалып отыр. Бұл тек қана физика саласында емес, бағытында емес. Математика болсын, химия, биология бағытындағы олимпиадалар болсын. Ешқайсында Қазақстанда мұндай 5 алтын болған емес. Яғни бұл тек физикада алғашқы емес, Қазақстан тарихында алғашқы. Яғни 100% алтын медаль алу. Сондықтан бұл өте маңызды. Сондықтан біз қатты қуанамыз. Ал енді осы халықаралық олимпиадада қандай бір қиын сәттер болды? Команда қалай еңсерді оны? Алтынға дейінгі жол, немесе алтынға ілікпей қалып, артынан сіздер негізі бұл бала алтынға лайық бала деген секілді тағы бір нәрселер болды ма? Негізі біздің Қазақстан
оқушылары немесе Қазақстан құрамасының мықты тұсы, мықты жағы ол есеп шығару, яғни теория. Өйткені есеп шығаруда қағаз, ручка, қалам керек, және уақыт керек, оқушылар есеп шығарады. Бұны кез келген оқушы, кез келген ұстаз, кез келген мектеп орындай алады. Уақыт бөлу керек, есепті алады, шығарады. Бұл біздің жақсы тұсымыз, жалпы Қазақстан. Олимпиада 2 турдан тұрады. Біріншісі есеп шығару, біз одан мықтымыз жалпы. Екінші тур тәжірибе дейміз, эксперимент. Тәжірибе ол мектептегі тәжірибе, жаңа лаборатория классынан ерекше. Бұлар арнайы тапсырыспен жасалынатын эксперименттер. Әрине физика заңдары, бірақ ол заттарды қолға ұстап көру керек. Бұл біздің университеттегі, біздің мектептерде ол заттар жоқ, немесе түрі басқа, форматы басқа деген сияқты. Оны қаласақ та қаламасақ та оған қол жеткізу қиын. Өйткені әр ел әр түрлі лабораториясы бар, әр түрлі тапсырыспен жасалынады. Сол жағы бізде кемшілік деп ойлаймын. Бұл кемшілік бірақ көп елдің кемшілігі. Ол тек қана біздің емес, өйткені ол жақта арнайы тапсырыспен жасалынады эксперименттер. Сондықтан жалпы біздің физиктер күміс дәрежесі, күміс медаль алып жүретін. Соңғы 5-6 жылды қарасақ, бізде күмісіміз көп. Өйткені теориялық неміз мықты болғаннан кейін күміске жететінбіз. Арасында 1-2 алтын, 1-2 қола деген сияқты. Бірақ осы жылы енді біздің оқушылар теорияны мықты жазып, мысалы, Нұргүл деген оқушымыз, қызымыз 30 балл ең жоғарғы теориядан, содан 29-ға жақын алды. Яғни теорияның өзінен алтынға ілікті. Ерекшелігі осы Колумбияда. Оқушыларымыз теорияны да өте жақсы жазды. Бұрын жақсы жазатын, осы жылы одан да жақсы жазды. Яғни эксперимент, тәжірибелік неге оның балына қатты мұқтаж болған жоқпыз деп айтсақ бола ма? Түсінікті. Енді өткен жылмен салыстырып қарағанда 55-ші жылы халықаралық олимпиада Париж қаласында өтті ғой. Сол жаққа барған оқушылардың арасында іріктеліп осы Колумбияға барғандар бар ма қайтадан? Қателеспесем 2 оқушымыз өткен жылы қатысқан. Және сол кезде күміс алғандар, қола алғандар бар ғой? Бар. Биыл енді алтын алған кезде қандай эмоциялар болды, солардың барлығын айтып берсеңіз. Негізгі апелляция дейміз. Мысалы, біз балымызбен келіспесек, жюридің алдына барып түсіндіреміз. Қай жерден олар дұрыс түсінбеді деген сияқты. Апелляция дейміз. Апелляцияға дейін бізде 2 алтын болған, 3 күміс болған. Бұны оқушылар да біледі, жетекшілер де біледі. Одан кейін апелляция кезінде біз тағы бір алтын қосып алсақ, бір оқушымыз алтынға шығарсақ, соның өзі үлкен жетістік деп есептедік. Өйткені апелляцияда әр елге шектеулі уақыт береді. Шектеулі уақыт береді. Мысалы, бір есепке 15 ғана минут, 15 минут. Соның ішінде қай оқушы маңызды, қай оқушы медальға жақын, соған мән береміз. Біз апелляцияға кірдік, сол кезде түсіндік, жюримен сөйлесе бастаған кезде физика жайында түсіндік, көп балл алады екенбіз. Сосын 3 оқушыны да біз максимум дейміз ғой, барлық күшімізді салып, 2 жетекші алма кезек рөлдерімізді бөлісіп, кім нені түсіндіреді, өйткені 15 минутқа сыйдыруымыз керек. Бұл жерде әрине көрінбейтін тұстары бар. Мысалы, біздің алдымызда Қытай болды, апелляцияға кіретін. Артында біз тұрмыз. Қытай елі келген жоқ апелляцияға. Себебі олар мұқтаж емес балға, 5 оқушысы да максимум алған. Сондықтан келген жоқ. Алтын алатындарын біліп тұр. Біліп тұр. Және балдары да өте жоғары. Жетіп тұр. Жетіп тұр. Мен қарадым, біздің жюри дейміз ғой, орындығы бос. Тізімге қараймын, алдымызда Қытай. Қытай келмеген, 15 минутын қолданбайды. 2-3 минут, 5 минут күттім, Қытай келген жоқ, сосын екінші жетекшіге айттым. Бұл біздің мүмкіндік. Біз бардық, отырдық, Қытай елінің уақыты бос, өздері келген жоқ. Біз сол уақыттан бастап, олардың уақытынан бастап кеттік. Өзіміздің 15 минутымыз бар. 25 минуттай бізге бұйырды. 3 оқушымызды емін-еркін дұрыстап, асықпай, түсіндіріп, жаңа бал қосу мүмкіншілігі болды. Екіншіден, жюрилерде физиканы дұрыстап түсіндіргеннен кейін, олар қатты былай сөзге не істемей, қарсылық білдірмей бал қоса бастады. Мысалы, кейбір елдерде бар, мен өзім шығарып көрейін дейді.
15 минут өтіп кетеді. Ол өзім айтқанға сенбей. Мына жақта ондай болған жоқ. Біз алдын ала дайындап барған жаңа қағазымызды көрсетеміз, қарайды, айтқанымызды қабылдады, бал қосады. Қабылдайды, бал қосады. Біз содан кейін соның мүмкіншіліктің барын қолдандық. Енді бұл тәжірибеден келеді деп ойлаймын. Мысалы, біз тек айтылған уақытта ғана келсек, мысалы 15 минуттың ішінде біз 3 оқушыны алып шыға алмайтын едік. Дегендей. Марапаттау сәтіне тоқталайықшы енді. Оқушыларыңыз алдын ала білген жоқ қой, ол туралы? Апелляцияға дейін 2 алтын, 3 күміс оқушылар біледі. Апелляциядан біз кешкі 8-де, 8:30-да бітті. 8-ден кейін соңғы апелляциямыз. Сол кезде белгілі болды. Екі жетекші екеуміз білеміз. 5 алтын. Сосын біз балдарға қуаныш сыйлайық деп 5 алтын деп айтпайық. 2 алтын, 3 күміс қалды, өзгеріс жоқ. 3 күміс алтынға шығара алмадық, жеткізе алмадық, ренжімеңдер деп солай келістік, сюрприз жасаймыз деді. Жабылу салтанаты болды, енді марапаттап жатыр. Енді 3-тен бастап марапаттайтын шығар, 2-1 деп. Сол кезде енді күміс күтіп отыр, эмоциялары жалпы оқушылардың қалай болды негізі? Бұның видеосы бар негізі. Оның видеоны көрген дұрыс. Біз оны міндетті түрде осы сұхбаттың осы жерінде, құрметті көрермендер, сіздерге ұсынамыз. Ребят, поздравляю с 5 золотыми медалями. Бірінші неден бастайды? Мақтау қағазынан бастайды. 4-ші орын дейміз олай. Одан кейін қола медаль, одан кейін күміс. Күміс енді бір 40-50 бала алды, 60-70 бала шығар. Ұзақ тізім оқиды, сахнаға шығады, ұзын бір процесс, былайынша айтқан кезде. Басында айтылған жоқ, басқа ел, оқушылардың саны азайған сайын күмістің бұлар дайындала бастайды. Енді айтады ғой, енді тізім енді келді деген сияқты. Соңында жаңағы айтады, соңғы күміс деп айтады ғой енді. Соңғы күміс деген кезде басқа оқушының аты айтылды. 3 оқушы түсінбейді, бірін-біріне қарайды, бізге қарайды. Ал екінші жетекші сол эмоцияны түсіру үшін видеосын уже қосып қойған телефонын. Сосын ол айтады, сендерде құтты болсын 5 алтын деп. Бірден айтады осы. Сол кезде айтады. Олар түсінбей тұрған кезде айтады, өзі видеоға түсіріп тұр. Сол кезде 2 оқушы қатты әсерленеді, 2-і тұрады, жаңа жетекшілерді келіп, жаңа құшақтап, рахметін айтып, сене алмайды өздеріне. Өйткені жалпы халықаралық олимпиада көп. Азия физика олимпиадасы бар, Европа физика олимпиадасы бар. Біздің оқушылар оның барлығына қатысады, мемлекет қатыстырады. Бұл оқушылар көптеген олимпиада қатысқан, халықаралық. Медальдары көп негізінде. Күмісі болсын, қоласы болсын, алтыны болсын. Бірақ ең престижіне осы олимпиада, бұлардың арманы алтын осы олимпиададан. Халықаралық. Армандары бұлар. Осыдан бір алтын алайын, келесіде келмеймін, орынды босатам деп айтатындар да бар. Жетіп алайын осы алтынға. Күміс болса, келесі жыл қайтып келем, дәлелдеймін деген сияқты. Келіп, 1 минуттай мысалы құшақтап өз несін, эмоциясын шығара алмай ма, қалай эмоцияға беріліп. Қазақстандық оқушылардың әлемдік деңгейдегі басты артықшылықтары бар ма? Немесе кем тұстары, осы бір олқылықтарды толтыру керек деген секілді? Бағана айтып кеттім, есеп шығару дейміз, о теорияда. Қазақстан мықты. Біздің кемшілігіміз, ол көп елдің кемшілігі тәжірибе. Арасында біз дарын орталығы дейміз, бізде олимпиадаға дарын орталығы жауапты. Арасында Мәскеуге МФТ-дің жаңағы тәжірибе жасауға сонда жіберіп тұрады арасында. Немесе сырттан кейде сол тәжірибеге қатысты профессорлар шақырып тұрады. Менің ойымша осылардың санын көбейту керек сияқты. Немесе жаңағы халықаралық олимпиада біткеннен кейін тәжірибе жасалынған жаңа құралдар бар ғой. Солар сатылады. Мүмкін соларды көбірек алып келу керек па біздің елге. Өйткені ол басқа жерден сатып алынбайды ол заттар. Тек сол олимпиада біткеннен кейін сатылады. Мүмкін соларды көп алып келу керек па. Тұрақты. Сол кезде біздің оқушылар оны ұстап, көріп, тәжірибемен айналысады. Менің ойымша сол бір жақсы не болады деп ойлаймын. Түрткі. Демек тәжірибені көбейту керек. Көбіне сол тәжірибені дамыту керек. Халықаралық олимпиадада тәжірибе маңызды. Есеп шығара білу керек әрине, және көп олимпиадаға қатысу керек. Халықаралық деңгейде. Спортшылар сияқты. Көп қатысқан
кезде тәжірибе жинайды, жинақта иә, жаңағы өзіне сенім пайда болады. Физикадан қателеспесем үлкен 4-5 олимпиада бар. АФО дейміз, Азия физика олимпиадасы, ол ең қиыны, өйткені халықаралық физика олимпиадасы мықтылар Азия, Қытай, Жапония, Корея, Индия деген сияқты, Үндістан, Вьетнам бар, Сингапур бар. Ойлаңыз енді, осылар өз арасында бір олимпиада бар. Осы жыл Кореяда өтті мысалы, ол жақта қола жүлдеге жеткенің өзі жетістік, өйткені мықтылардың олимпиадасы. Біздің ел соған қатысады, жылда қатысады, мемлекет жіберіп жатыр. 5 оқушы емес, ол жаққа 8 оқушы жібереді. Одан кейін Европалық физика олимпиадасы бар, ол да халықаралық, оған да жібереді. Яғни барлық несін төлейді, шығынын, қалу, барып келу, ұшақ билеті, жетекшісі, жарнасы бар. Мысалы МФТ дейміз, ол енді Ресейдің ең мықты университеті, Ресейдің MIT дейміз ғой, Гарварда. Соның халықаралық олимпиадасы бар. Оған да біздің ел қатысып жүр, тұрақты. Оған да жағдай жасалады. Мен ойлаймын, осы соңғы біздің 5 алтынның артында осындай бір неде бар деп, себеп, әрине себептер көп. Бір жағынан мемлекеттің осындай қолдаулары, бұл оқушылар көп деген халықаралық олимпиада қатысты. Осындай қолдауының арқасында біз жеттік деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Енді сіз өзіңіз де олимпиадчиксіз. Сол кезең мен қазіргі кезеңді салыстырсақ, сол кезде мемлекет қалай қолдайтын еді? Дәл осылай ма, әлде сіздер жеке өздеріңізбен? Қазір халықаралық олимпиада жетекші жасаймын. Қазір біз дарын орталығымен тығыз жұмыс жасаймыз. Қазіргі жағдайды мен жақсы білемін. Көре аламын. Не істеліп жатыр. Бірақ менің кезімде, оқушы кезімде, мен енді оқушымын ғой. Ол кезде жалпы мен ол процесті көрген жоқпын. Оны қазір қаншалықты дұрыс айта аламын, оны білмедім. Ол кезде бірақ олимпиаданың саны аз болатын. Халықаралық олимпиада біреу, Азиялық олимпиада бар, болды. Одан басқа олимпиадалар ол кезде жоқ. Сондықтан ол кезде бір өте аз адам айналысатын олимпиадамен, оқушылар. Мен өзім де білетін, өте аз адам айналысады. Өйткені оны білмейді, хабары жоқ. Сол уақыт сондай еді. Бірақ ол кезде де мемлекет неге жіберетін, халықаралық олимпиада жіберетін, 2 жетекші жіберетін, оқу жаттығу жиындарын жасайтын. Қазір де оны жасайды. Қазір менің ойымша тәжірибенің саны көбейді, олимпиаданың санын көбейді. Мемлекет немесе дарын орталығы сол үлкен олимпиадаларды өз тізіміне қосты, қаржыландыру көбейген сияқты. Олимпиадалар көбейді, оларға қатыстырып жатыр. Менің ойымша сол сияқты ерекшелігі, өзгерісі. Жаңағыдай көп олимпиада қатыстырып, көп қолдау көрсете бастады. Тәжірибе көбейіп жатыр. Соның нәтижесінде осындай тарихи жетістікке жетіп отырмыз дейсіз ғой? Иә. Жақсы, ал сіздердің кездеріңіздегі олимпиадаға қалай іріктелетін еді оқушылар? Оңай ма еді қазірге қарағанда? Оңай емес, өйткені әр уақыттың өзінің қиыншылығы бар. Ол кезде аз оқушы айналысты деп ойлаймын, менің ойымша. Бірақ олардың өзі мықты. Алғашқы 5-ке ілігу әрқашан қиын. Ал қазір ойлаңыз, неше мектептері қосылды. Қанша физика. Бұрынғы биыл мектеп бар. РФМШ мектеп бұрын біреу еді, қазір 2 Астанада ашылды. Қазір менің ойымша конкуренция дейміз ғой, бәсекелестік көбірек сияқты. Ал жалпы сіз өзіңіз Қазақстанға танымал, өзіңіз жетекші қылған, немесе халықаралық осындай олимпиадаға апарған оқушыларыңыз бар ма? Осылар деген сияқты, немесе өзіңіз көзіңіз көрген? Енді біз құраманың жетекшіміз. Негізі бұл оқушылардың өз мектебінде өздерінің жетекшілері бар. Негізгі үлкен жұмыс сол кісілерде. Өз мектебінде, немесе кейбір оқушылардың жеке репетитор де болуы мүмкін. Өйткені әр оқушының дайындалу стилі әртүрлі. Ал біздің міндет, нейтралды дейміз ғой, бір мектепке көзқарасымыз жақсы болмау керек. Өйткені біз Қазақстанның жетекшісіміз. Біздің жүрегіміз бір мектепке бұрып тұрмау керек. Біз жаңағы кім мықты, соны таңдап алуымыз керек. Біздің жұмысымыз сол. Яғни біз жеке өзіміз оқушы дайындамаймыз. Олимпиадаға барсын, орын алсын. Біздің міндетіміз мықты оқушыларды таңдап алу, іріктеп алу, елдің атынан соны халықаралық олимпиадада қорғату. Іріктеп алу жағынан енді Қазақстанның атынан шығатын болғаннан кейін, жалпы бұл принцип қаншалықты сақталады негізі? Бір мектептің оқушысына бүйіріңіз бұрып тұрмайтындай деген секілді. Физикаға айтайын, бізде оқу жаттығулары болады олимпиаданың алдында.
немесе жаңа келесі жылға жаңа үздік 5 оқушыны таңдайтын кезде оқу жиын жаттығу жасаймыз. Сол кезде имтихандар жасаймыз. Көп имтихан жасаймыз, себебі бір имтиханның қорытындысы бойынша таңдап алу ол ешқашан дұрыс емес. Сондықтан біз 10-12 имтихан жасаймыз. Үлкен қиын есептерден. Сол жерден алғашқы 5 оқушыны таңдаймыз. Яғни мен ойлаймын, бұл 12-10 имтиханның ішінен алғашқы 5-тік таңдалған кезде біз ол қай мектептен келді оны қарамаймыз. Алғашқы 5-тік бар. Бұны оқу жиынына қатысып жатқан 20-ға жуық оқушының барлығы біледі. Жүрегіміз бұрып тұр деп ешкім айта алмайды. Өйткені біз ондай жасамаймыз. Өйткені барлық имтихан интернетте доступта тұр. Бұл имтихандар. Және әр оқушы бірін-бірін көріп отыр. Кім қандай балл алды. Әр имтиханның қорытындысы шығып отырады. Апелляцияны да жасаймыз. Мысалы, бір имтихан бітті, оқушы келіп, мен сізбен мына жерімізден келіспеймін, мен былай жазғанмын, былай ойлаймын деп апелляцияға да келеді. Яғни бізде ол жүйе орныққан. Жақсы, түсінікті. Енді мен бұл сұрақты не үшін қойып отырмын? Себебі спортшылардың арасында да бар былай негізі. Көреалмаушылық дейміз бе, әлде араға адам салу дейміз бе? Мысалы, менің баламды сәл қарап жіберсеңіз қалай болатын еді? Сәл оң көзбен қарап жіберсеңіз, өткізіп жіберсеңіз, ертең халықаралық олимпиададан келгеннен кейін сізге жақсы шапаныңызды жауып рахметімізді айтамыз деген секілді нәрселер бар. Менің тәжірибемде ондай болмапты. Себебі былай деп ойлаймын, бұл халықаралық деңгейге жеткен оқушылар, олардың оқушылары да, өздері де, жетекшілері де бұл бір деңгейге келген. Яғни олар біреудің батасын алайын, біреудің көзіне түсейін деген ниет жоқ оларда. Мен оны айта аламын. Өйткені бұл бөлек бір деңгейдегі оқушылар. Бұл қиын есептерді шығарып, күніне 10 сағат отыратын балалар деп ойлаймын бұлар. 10 сағат бір орында отырып есеп шығара алады. Наушнигін тағып қояды, бір музыка өзіне ұнайтын, отырып есепті шығарады. Есеп шығарған дегенде енді бір есепті оқиды, оның ойлау процесі бар, сызу процесі бар, жаңа imagination дейді, жаңа елестету бар, бұны дамыған. Бұл оқушылар коррупция дегенге ойына кіріп те шықпайды деп ойлаймын. Өз басымда болған жоқ ондай. Өйткені бұл элита дейміз ба қалай, білімді жастар. Мүмкін сіздің айтып отқаныңыз мүмкін, мектепішілік олимпиадада болуы мүмкін, енді қатысушылар өте көп, ата-аналар бар, райондықта болуы мүмкін, қалалық олимпиада дейміз. Бірақ біз мықты оқушылармен жұмыс істегеннен кейін мен өзім бұндай кездестірген жоқпын. Енді ол оқушылардың өзі де білмеуі мүмкін ғой кейде. Ата-анасын хабарласуын деген сияқты. Ол жарайды, наушник тағып 10 сағат есеп шығарып отыруы мүмкін. Басы, миы тек қана сол есеппен қатып отыруы мүмкін. Бірақ оның шетінде, басқа жағында ту сыртынан ата-анасы сөйлесіп, хабарласып, мысалы. Менде ондай болмапты. Демек, білім саласында ондай жоқ. Бұл халықаралық олимпиадаға барып жүрген оқушылардың деңгейінде жоқ деп айта аламын. Өйткені облыс, қалалық, ол енді әр облыста өз несінде болады ол. Айтады ғой, 99% еңбек, 1% талант деп. Жалпы осымен келісесіз ба? Негізі бала осындай жетістікке жету үшін көп еңбектену керек пе, әлде дарынды болу керек пе? Мен мынаған сенемін. Бір мәселе бар, бір есеп бар, бір теория бар. Бұны барлық адам түсінеді. Мен де түсінем, оқушы да түсінеді, үлкен кісі де түсінеді. Айырмашылық кім қашан түсінеді? Біреу оны 1 минутта түсінуі мүмкін. Басқа бір адам оны 10 минут оқып түсінуі мүмкін. Басқа бір адам 1 ай айналысып ол мәселемен, ол теорияны оқып, есеп шығарып 1 айдан кейін түсінуі мүмкін. Біреу 10 жылда түсінуі мүмкін. Айтқым келгені, әр оқушының бір дәрежеге жету қабілеті ма, немесе қабілеті дейік әртүрлі. Біреуі бір есепті 2 сағатта түсінуі мүмкін. Дәл сол есепті екінші оқушы 2 күнде түсінуі мүмкін. Оқушылар әркім өз қабілетін өзі біледі. Түсіндіре алдым ба? Яғни мен дарынға сенбеймін. Яғни туа біткен дарын дейміз ғой. Мен еңбекке сенемін. Оқушылар әркім өз қабілетін біледі. И сол қабілеттің лимиті дейміз ғой, шегіне дейін өздерін былайша қинайды. Оған бір жеткеннен кейін ары қарай оңай. Былай айтқан кезде судың қайнау нүктесі бар ғой. Су, мысалы, 100 градус дейміз, орташа есеппен. 100 градусқа жеткен кезде ғана қайнайды. Сол сияқты әр оқушының өзінің қайнау температурасы әртүрлі.
оны оқушы өзі де білмеуі мүмкін. Бірақ оған бір жетті ма, одан кейін ары қарай оңай болады. Оған жету тек қана дарын жетпейді. Оған еңбек керек. Бәрібір еңбектену керек. Еңбек керек. Мысалы, мынандай бір мәселенке, мысалды айтқым келіп отыр сізге. Бізде болатын мектепте бір оқушы қатты еңбектеніп сабақ оқымайды, бірақ та осы алгебра болсын, физика болсын, басқа осындай есепке келген кезде 2 таңбалы немесе 3 таңбалы сандарды қосу алу кезінде ойланбастан 1 секундтан жауабын береді. Ол енді талант. Ол талант, дарын дейміз. Иә, ол талант, ол дарын. Демек, осындай балалар да бар ғой физикада. Бірден сол формуланы көреді, көздің айналасымен қабылдап еске сақтап алады да, бірден есебін жазып беру мүмкін оның жауабын. Әрине, ол қарапайым есептерге бұл дұрыс болуы мүмкін, сіздің айтқаныңыз жаңағы. Бір формуламен шығатын есеп. Түсіндіре алдым ба? Бірақ бұл халықаралық олимпиадада бір есептің өзі 5 бет, 10 бетке дейін жетеді. Бір есептің өзі. Ол жаңада бір қарағаннан ол талант жетпейді. Оны оқу керек, 2 рет оқу керек, керек болса 5 рет оқу керек. Оны оқып жатып, оны сызу керек. Жаңа қабілет елестете алу керек. Бұл халықаралық олимпиадада менің ойымша бұл жарамайды деп ойлаймын, талант. Талант болуы мүмкін, бірақ тек қана талантпен халықаралық олимпиадаға деңгейге жетуі қиын. Тәжірибе керек, көп есеп шығару керек. Жақсы, түсінікті. Енді бәрібір де еңбектену керек қой дарынды балалар. Ал енді осы дарынды балаларды мемлекеттен қолдау, оларға мотивация беру, осылай белгілі бір жетістікке жетуге байланысты қандай бір ерекше қолдаулар бар? Менің ойымша осы соңғы жылдары мемлекет өте жақсы қолдай бастады. Мен ойлаймын, бұл бастамасы деп. Мысал ретінде, соңғы жылдары президентіміздің тапсырмасымен осы халықаралық олимпиадалардан жүлделі орын алған оқушыларға ақшалай сыйақы береді. Қазіргі есеппен қателеспесем алтын алған оқушыларға 6 миллионға жақын ақшалай беріледі. Әрине МРП-мен есептелінеді, 1500 МРП қателеспесем, жыл сайын өзгеріп отырады. Күміс алған 4 миллионның айналасында, қола алған 2 миллионның айналасында ақшалай сыйақы береді. Бұл оқушының өзіне беріледі. Одан кейін оқушының өзінің жетекшісі бар ғой, мектептегі болсын, соларға да ақшалай көмек береді. Бұл президентіміздің өзінің қолдауы, өзінің тікелей тапсырмасы. Және үлкен жетістікке жеткен оқушылармен өзі де кездесіп тұрады. Өткен жыл қателеспесем оқушылармен кездесті. Өз қолымен жаңағы марапаттау берді. Тағы бір жаңалық осы қолдаудың арқасында, қателеспесем Аймағамбетов мырзаның бастауымен істелінді. Болашақ бағдарламасы бар ғой. Қазір білесіз, ол жерде тек магистратураға жібереді, PhD докторантураға жібереді, және стажировка дейміз, бакалавр жоқ. Оны алып тастады, біраз болды. Осы Аймағамбетов мырзаның бастауымен қайтадан бере бастады. Тек қана осы халықаралық олимпиададан орын алған оқушыларға бакалавр оқуға рұқсат берілді. Яғни мысалы үлкен университеттерге барып осы алтын алған оқушылар мен оқимын десе, болашақ бағдарламасы ол оқушылар үшін, бакалавр үшін есік ашық. Яғни бұл да мен ойлаймын үлкен жетістік. Мысалы, бұл оқушылар Гарвардқа түсе алады, Кембриджге түсе алады, MIT-ге түсе алады. Болашақ бағдарламасы арқылы да түсе алады. Егер қаласа, болашақ бағдарламасы арқылы стипендиясын ала алады, оқуын төлей алады. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Көптеген олимпиада жеңімпаздары жалпы шетелге оқуға кетіп жатады. Сол жақта жұмысын жалғастырады. Жалпы оларды Қазақстанға қайтару үшін, осы елімізде сол өзінің білімін салдыру үшін не істеу керек? Енді менің көзқарасым мынандай: технология болсын, мықты университеттер болсын, оның көбісі шетелде. Оның ортасына барып, араласып, ол білімді алу керек. Менің ойымша, ол жаққа барып, оқып, жұмыс істеу керек. Өйткені Қазақстанға ол кісілер оралған жағдайда ол іші толық біліммен келу керек, тәжірибемен келу керек. Ол тәжірибенің
білім қазіргі уақытта ол шетелде деп ойлаймын. Америка болсын, Ұлыбритания болсын, Европа болсын, Сингапур, Гонконг, Кореяда. Ол жаққа біздің мықты оқушыларымыз көбісі оқып жатыр. Бітіргендер де бар. Сол жақта жұмыс істеп жатқандар да бар. Мен ойлаймын, ол бір жағынан дұрыс. Егер ол Қазақстанға келген жағдайда, ол іші толық келеді. Және осы жақтағы Қазақстан азаматтарына, Қазақстан еліне жақсы пайдасы тиеді деп ойлаймын. Жақсы, енді іші толып келеді, бірақ та Қазақстанға келгенде лайықты бағасын ала ма, қалай ойлайсыз? Бізде олимпиада жеңімпазы атанып, шетелде оқып келгеннен кейін жалпы сол ғылыммен айналысып, Қазақстанда лайықты табыс табуға бола ма негізі? Менің ойымша болады деп ойлаймын. Мысалы, Назарбаев университеті бар, біраз жыл болды, ашылды. Ішінде істеп жатқан шетелде оқып келген профессорлер бар, біздің өзіміздің қазақстандық. Олар біраз жыл Америкада істеді, шетелде істеді. Уақыты келді, келгендері бар. Мысалы, Назарбаев университетінде істеп жатқан азаматтар бар. Шетелден қаншама жыл тәжірибе жинап. Бір-екі кісіні айтайын. Мысалы, бізде Сергек бар, бәрі біледі, көшеде жаңа штрафпен байланыстырады Сергекті. Бірақ жалпы ол жол тәртібін жолға келтіріп жатыр ғой. Ойластырған Қанат Қайрат Ахмет. Қайрат, Ол да жалпы бұрын физика олимпиадасымен айналысқан, халықаралық олимпиадаларға барған, алтын алған уақыттары бар, медаль алған, шетелде оқыды. Қазір Қазақстанға оралды, үлкен бір проекттің авторы. Ол да пайдасы тиіп жатыр ғой. Мысалы, ол да шетелде оқып келді, бірақ Қазақстанда үлкен бір пайдасы тиіп жатыр деп ойлаймын. Жалпы өзгеріс жасады ғой енді. Өзгеріс жасады, Қанша мысалы жол қауіпсіздігін жолға келтірді. Әрине, кейбір кісілер айтуы мүмкін, енді штраф деп, енді басқаша болмайды ғой. Басқаша болмайды. Ережені сақтау керек, тәртіпке бағыну керек. Әсіресе көлік, ол не дегенмен темір. Қанша технология дамыса да, ол темір. Енді жеке оларды шертіп тұрып, бірең сараңын айта аламыз. Жалпы Қазақстанда ғылыммен айналысуға мүмкіндік бар ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Жалпы бар деп ойлаймын. Мемлекет ғылым үшін ақша бөлінеді. Әрбір мысалы профессор дейік, университетте жұмыс істеп жатқан бір идеясы болса, ол конкурсқа қатысады, және конкурстан ұтып ала алады. Жаңа сол өзінің айналысатын саласы бойынша қаржылай грант ұтып алып, сонымен айналысып жатыр. Қазір бұрыннан да бар, қазірде де бар. Менің ойымша мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Мүмкіншілік дегенде мен жалпы сұрағым былай, енді шетелдік немесе шетелде жұмыс істейтін қазақстандық. Ол жерде оның барлығы баспанасы, тұрақты айлығы қамтамасыз етілген. Ал Қазақстанда мүмкін ондай бытовой жағдайын әлі жасап үлгермеген шығар. Бірақ ол халықаралық олимпиаданың жеңімпазы. Қазақстанда ғылыммен айналысайын десе, әлі оның тұрақты табысы жоқ, немесе тұрақты баспанасы жоқ деген секілді. Сол мәселелерді реттеп алып барып ғылыммен айналысам деген кезде арада біраз уақыт өтпей кетпей ма деген сұрақ еді мен. Енді ол көзқарасқа байланысты шығар. Мен мысалы ғылыми проекттерде жұмыс істедім. Мысалы, ол жақтан да тұрақты айлық алуға болады. Ол университеттегі айлығынан да көп айлық алуға болады проекттер арқылы. Масштабына байланысты. Менің ойымша, ол егер ниеті болса, жұмыс істеймін десе, жағдай бар деп ойлаймын. Халықаралық олимпиадаға қатысатын физик болсын, ол химик болсын, ол басқа сол пәнді таңдаған оқушы болсын, жалпы 10 сағатын күнделікті арнайды, немесе 12 сағатын арнайды сол арнайы оқуға. Ал енді біздің жастар қазір енді білесіз, әлеуметтік желілер, цифровизация, телефон дамыған заманда тек қана әлеуметтік желілерге кіреді, Threads бар, басқа да өсектің айналасындағы әңгімелер бар. Жалпы 10 сағат есеп шығарып біліммен айналысатын оқушы мен 10 сағат тиктокта әлеуметтік желілерде отыратын оқушының айырмашылығы қандай сіз үшін негізі? Менің ойымша айырмашылық өте үлкен. Өйткені мен мынаған сенбеймін. Instagram, Facebook немесе жаңа Threads көріп жетістікке жетем деген нәрсеге мен сенбеймін. Немесе басқаша айтсақ, Instagram, Threads немесе телефон оқушылардың, адамдардың уақытын ұрлап жатыр. Ол уақытта ол өзіне пайдалы бір мәселемен шұғылдана алатын еді. Мысалы, есеп шығару болсын, немесе спорт болсын, немесе өзінің жақсы көретін бір қабілетін дамытқысы келсе, соған көңіл бөле алар еді. Бірақ ол уақытты басқа нәрсеге пайдасы жоқ. Бір видео көреді, ол видеоның пайдасы жоқ. Жалпы алған кезде. Бір жаңалық көреді,
бір трец көреді, сол уақытта жақсы дейді, қол шапалақтайды, бірақ өзі үшін ол уақытын құртып жатыр. Ал жаңағы біз олимпиадамен дайындалатын оқушылар ол бір уақытта 2-3 қабілетін дамытып жатыр. Мүмкін бұлар өздері байқамауы мүмкін. Бірінші мысалы физика болса физикасын дамытып жатыр, математик болса математикасын. Екіншіден бір орында отырып бір мәселемен шұғылдану ол да бір қабілет деп санаймын. Яғни басқа нәрселерді ысырып қойып, оларға көңіл бөлмей, бір 2 сағат, 3 сағат, 5 сағат бір мәселемен шұғылдану, оның өзі бір қабілет. Ол ой жүйріктігіне де жалпы. Ағылшынша тайм менеджмент дейміз. Бұл оқушылар уақытын жоспарлай алады. Инстаграмда отырған бала уақытын қалай жоспарласын? Түсіндіремін ба? Бұл біз олимпиада не үшін мән беремін? Өйткені бала өзі байқамауы мүмкін бір уақытта көптеген қабілетін дамытып жатыр. Мысалы, үлкен жетістікке жеткен оқушылар олимпиададан байқаймын, мысалы IELTS дейміз ғой, немесе SAT дейміз. Оған да арнайы дайындалу керек. Бұл оқушылар аз уақытта IELTS-тарын жақсы дәрежеге жеткізеді. Себебі жоспар құруды біледі, қандай материал таңдауды біледі. Өйткені ол үйренген. Ол қабілет. Өзі байқамауы мүмкін, ол жылдар бойы жиналған қабілет. Мысалы, университет таңдаған кезде де 1-2 сұрақпен өзіне керек университетін бірден тауып алады. Ал ол да бір қабілет. Шетелге бару. Кейбір ата-аналар оқушысын пойызға мінгізуге, самолетке мінгізуге қорқады. Ал бұл оқушылар қанша ел аралаған, қанша ел көрген, жауапкершілік бар. Не істеу керек білет, қорықпайды. Ол да маңызды. Мысалы, Инстаграмда отырған бала университетке барып, өзі жатқанда тұра ма, өзі тамағын алып іше ма, мысалы, оны да абдырап қалады, шыны керек. Ата-анасымен бірге келеді үлкен қалаға. Жаңағы оқушылар оны қабілеттің бәрі өзіне сіңірген. Өзі жалғыз өзі бара алады. Қынжылатын бір іште қарныңыз ашатын сәт болмай ма? Мысалы, білімге келген кезде біздің мемлекеттің ішінен шығатын кәсіпкерлер, белді адамдарымыз бар ғой. Олар көрінбей қалып жатады, ал спортқа келген кезде белгілі бір спортсмен бірінші орын алды, немесе бір жетістікке жетті деген кезде бірден апарып шапан береді, су жаңа көлік сыйлайды. Ал мысалы 5 алтын алып келіп жатсыздар, тарихи жетістік. Бұл қалай еленбей қалады деген қандай? Мысалы үлкен кісілер деп айтамыз ғой жаңа. Кәсіпкерлер, мысалы, ешкім хабарласқан жоқ. Ондай бар. Бір жағынан ойланасың, шынымен спортшылар енді әрине оған лайық шығар. Біз оны ешкімді кінәлай алмаймыз оған. Оқушылар білім одан да лайық болу керек деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай ондай тенденция дейміз ба, байқамадым. Ол бізде мынау пиары аздығынан деп ойламайсыз ба білім саласының? Мысалы, әлеуметтік желіде көбірек көрсетіп осындай жастарды үлгі қылып 5 алтын алдық деген кезде әлеуметтік желілерде көп көрсетіп, ол көп охват жинап, кәсіпкерлердің көзіне түсіп деген секілді. Мысалы, бізде спортта басқа салаларда бірден көрсетеді, бірден рекомендацияға шығады, халықтың көңіліне шығады, кәсіпкерлер тұрады да өзінің бір жағынан атын дамыту үшін, атын көрсету үшін халыққа солай сыйлықтар беріп жатады. Енді мен оны біле алмадым, өйткені мен оны зерттемедім жалпы. Мен болып жатқан жағдайды айтып жатырмын. Олардан көмек мен байқамадым. Енді себебін мен айта алмаймын, оны өздері білетін шығар. Бірақ пиар мен келіспеймін, пиар жеткілікті жасалды деп ойлаймын. Мысалы, біз кеше әуежайға келген кезде министрдің өзі күтіп алды. Мысалы, қаншама газет, журналдар келді. Менің ойымша пиар жеткілікті жасалды деп ойлаймын. Мысалы, осы кешегі соңғы 5 алтын. Оны естімедім, көрмедім деген адам болмау керек. Мысалы, газетке де шықты, хабарлардың барлығына шықты, Таңшолпанға шықты деген сияқты, Инстаграмның барлық несіне шықты. Бірақ мен естімедім бір кәсіпкердің, мысалы, сендерге не керек, молодец, жақсы жетістік, тағы да не керек деп біреуінен естімедім. Тым болмаса бағанағы 500 еуролық құрылғының 2-3-ін әкеп берсе де болғандай көмек, Мен ойлаймын да, сол кәсіпкерлер мүмкін
Жалпы біздің мемлекетте құрылымда осы әлеуметтік желіден басталды ғой бұл тақырып. Кәсіпкерлердің осындай білім жүйесіне қатты аса бір мән бермеуі, тек қана жаңағы спортшыларды қолдау. Мен әрине оларға кінә артпаймын. Әрине жетістікке жетіп жатыр, Қазақстан туын көтеріп жатыр. Бірақ білім саласына келген кезде осы жағынан ойсырап қалып жатырмыз да. Мүмкін сол жерде 5 алтын алды деп көрсетіп, 1-2 бөлмелі пәтерін беріп, немесе көлігін берсе, оны көріп отырған өскелең оқушыларға да бір қаттырақ мотивация болатын еді. Келесі жылы мен де барам, мен де қатысам, мен де алам деген секілді. Осы нәрсе жетіспейтін сияқты бізге. Мүмкін, иә. Мүмкін. Мектептеріміз бар біздің, жақсы мектептеріміз. Мүмкін сол мектептердің базасында сондай көмектер болса. Сол кезде жаңа оқушыларымыз сол мектептерден шығып жатыр ғой. Сол жерден олар одан сайын мықты болып шығар еді. Қазіргі жастарға не айтар едіңіз өзіңіз? Қазіргі жастарға мен мынандай кеңесім бар. Олимпиада ол өте, қалай орысша айтқан кезде, узкий направление дейді ғой, өте тар бір алаң. Бұл олимпиадамен жетістікке жетпеген оқушы жетістікке жетпейді деген мағына емес. Мысалы мен Америкадағы мықты университеттерді араладым. Іс сапармен бардық. Мысалы MIT болсын, Гарвардқа бардық. Сол кезде мықты қазақстандық профессорлармен кездестік, оқып жатқан студенттермен кездестік, PhD оқып жатқан қазақстандықтармен кездестік. Кейбіреулері бұрын олимпиадамен айналысқан, кейбіреулері айналыспаған. Бірақ мықты жерде оқиды, мықты жерде жұмыс істейді. Яғни бұл нені білдіреді? Олимпиадасыз да жетістікке жетуге болады. Ол тек қана бір бағыт тек қана. Қаншама оқушылар бар, жетістікке жеткен, өзі дайындалып, өзі физикасын дайындалады, ағылшынына дайындалады, солай мықты университетке түседі, өзінің грантына түсіп оқып жатқандар да бар. Олимпиададан дым хабар жоқ. Бұл тек қана бір бағыт деп айтамын. Мынандай жағдайларды да көп естідім. Университетке бар деген үшін барады ата-анасы, бірақ кейін ол университетті тастайды, аспазшы болам деп. Мысалы Дубайда мықты ресторандарда аспазшы болып жүрген жерлестеріміз де бар. Жақсы да айлық алады. Яғни айтқым келгені, бір ғана олимпиадаға мән бермеу керек. Бұл халықаралық олимпиадаға 5 ғана оқушы барады. Қалғандары не істейді? Қалғандары өздері де мықты университетке түсе алады. Қазір интернет дамып кеткен. Әр университеттің өзінің талабы бар. Сол талабын орындаса, орындап жатқандар да бар. Қазір мықты фирмаларда тәжірибе, стажировка дейміз, есіктері ашық. Өздерінің сайттарында. Арнайы көрсетілген қалай өту керек, қалай оқу керек. Менің айтқым келгені Инстаграмнан шығу керек. Бізде Инстаграмнан іздейді мәліметті. Мен оған келіспеймін. Инстаграмда әрине әр фирма болсын, кім болса да өзін мақтайды. Жақсы жағын көрсетеді. Маған сол ұнамайды. Мысалы, адам өзіне керек затын өзі табу керек. Университет па? Университеттің сайтына барасың, веб-сайтына кіріп іздейсің. Бір жерде стажировка өту керек па? Сол фирманың веб-сайтына барасың, сол жерде мәлімет іздейсің. Инстаграмда ол жазылмайды. Түсіндіре алдым ба? Бұны істеп жатқандар жоқ емес, бар. Ондай кісілер көбінесе Инстаграмда, Фейсбукта отырмайды. Олар тыныш стажировкасын өтіп жатыр, мықты жерлерде, мықты айлығын алып жатыр, мықты тәжірибесін жасап жатыр. Олар баршылық, олар көп. Олимпиададан да бөлек, егер бір жетістікке жетем десе, кез келген адам сол өзі істеп жатқан істің сүйіп тұрып шыңына жету керек қой негізі. Жету керек, жете алады, мүмкіншілік көп. Енді жақсы, тағы бір сұрағым болсын. Дәл бүгін сіз оқу ағарту министрі болып тағайындалсаңыз, өзіңіз өзгертетін 3 реформа қандай болатын еді? Бұл сұраққа дайын емеспін, өйткені ондай ойлап көрмеппін. Өйткені күрделі сұрақ. Олардың жаңа балабақшаға жауапты, онымен мен айналыспаймын ғой қазір. То есть кездеспегеннен мәселелерін білмеймін. Мектеп мәселесінде мен білім деп айта алмаймын. Өйткені мен таңдаулы оқушылармен ғана жұмыс істеймін, жаңағы мықты олимпиадаға дайындалатын оқушылармен. Сондықтан бұл сұраққа мен жауап беремін деп айта алмаймын. Көп нәрсені мен білмеймін деген. Менің салам болмағандықтан. Енді сізбен білім саласында сөйлесіп, шынайы сұрақтарға жауап бергеніңізге көп рахмет. Уақыттың қалай өткен білмей қалдық. Негізі әлі де сөйлесетін болсақ, міндетті түрде Рас сөз подкастына шақырамыз. Ең басты, сіз мақтан тұтатын, сізді мақтан тұтатын шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Тарихи жетістіктеріңіз көп болсын осындай. Біз осымен бүгінгі подкастымызды, сұхбатымызды аяқтасақ. Ардақты ағайындар, бүгін бізде қонақта болған Самат Мақсұт мырза арнайы халықаралық олимпиаданың 5 алтын алып, жетекшілік етіп,
Қазақстанда ел тәуелсіздігінде болмаған тарихи жетістіктер жасады. Бұл рас сөз YouTube арнасы, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, видеоны бөлісіп қойыңыздар. Тексерілген өзекті ақпараттарды КАЗ 365 ақпараттық агенттігінен оқи аласыздар. Бүгінгі студияның жүргізушісі мен Есентемір Ерболұлы. Қош, сау, саламатты. Ең бастысы, білекпен емес, біліммен жарысайық.